Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге күтпеген қонақ келгенде оңай, тез дайындалатын әрі пайдалы салаттың рецебін ұсынамын. Қолжетімді ингредиенттерден жасалынады. Қажетті ингредиенттерді видеоның описаниясына жазып өтемін. Салатты даярлайтын ыдысымызға руккола салатын және де салат жапырағын осылай қолымызбен үзіп салып аламыз. Не болмаса микс салатаны да қолдансаңыздар болады. Келесі кезекте 4 бұрышты етіп туралған брынзамызды қосамыз. Оның орнына моцарелланы қолдансаңыздар болады, не болмаса жұмсақ сырға алмастырсаңыздар да болады. Және де 4 бұрышты етіп туралған қиярымызды, сары черри помидорын қостым, және де қызыл черри помидорын да ортасынан бөліп қостым. Осы салатымызды зәйтүн майымен араластырамыз. Қосымша бұл салатқа светофор бұрышын да қоссаңыздар болады, егер ұнатып жатсаңыздар, және де қара зәйтүнді де қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын. Салатты ұсынатын тәрелкемізге саламыз. Салатымыздың бетіне бальзамический соусты қосып ұсындым. Оны арнайы кондитерлік осындай пакетке құйып алдым, әдемі болып жағылуы үшін. Достар, сонымен қатар менің арнамнан түрлі тәттілердің, салаттардың, торттардың рецебін таба аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып өтсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.